Меңдіқара ауданы әкімдігі білім бөлімінің Ғаппаш Жұмабаев атындағы Боровской мектеп гимназиясы биология пәнінің мұғалімі Бекенова Маржан Қайратовна, 7-ші сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам экожүйенің бір бөлігі, антропогендік фактор, адам әрекеттерінің экожүйеге жағымсыз әсері. Сабағымыздың мақсаты адам мен экожүйе арасындағы қарым-қатынастарды сипаттау, экожүйеге жағымсыз әсер ететін адам тіршілігінің салаларына мысалдар келтіру. Жалпы экожүйе дегеніміз не? Экожүйе тұрақты күйге ұмтылатын, өзін реттейтін жүйе болып саналады. Соның өзінде адамның шаруашылық іс-әрекеті экожүйені өзгертетін күшті фактор болып табылады. Әсіресе соңғы уақытта кәсіпорындардың ауыл шаруашылықтарының қарқынды дамуына, қалалардың өсуіне байланысты адамның экожүйеге әсері күшейе түсті. Экожүйеге адамның іс-әрекеті тура өсімдіктерді жинау кезінде таптау, қастерлікпен айналысу және жанама шаруашылық іс-әрекеттің нәтижесінде даралардың тіршілік ортасын өзгеруі немесе мүлдем жойылып кетуі әсер етеді. Экожүйенің өзгеруіне тоқталатын болсақ, мысалы Балқаш көлі экожүйесінің бұзылуы. Осы күні, яғни Балқаш көлі экожүйесінің бұзылуын көруге болады. Бұл шаруашылықтың іс-әрекетінің нәтижесінде пайда болған ерекше табиғат жүйесі. Яғни қазіргі кезде суалмалы егістік аудандарының артуына байланысты Балқаш көліндегі Қапшағай су қоймасының салу тоғай мен қамыстың, сонымен қатар құстар мен жануарлардың жойылуына алып келді. Химиялық тыңайтқыштар қосылды, яғни қолданған егістіктерден келген судың ластануынан балықтардың қырылуы да себеп болды. Яғни бұл Балқаш көлінің экожүйесінің бұзылуы. Ары қарай біз мал жайылымдарының қарқынды пайдалануы. Яғни бұл экожүйенің өзгеруінің тағы да бір себебі болып табылады. Жануарлар жайылымдағы шөптердің белгілі бір түрін ғана жейді. Бұл жеуге жарамсыз, көбінесе улы өсімдіктердің таралуына жағдай жасайды. Тұяқты жануарлардың таптауы нәтижесінде түрлердің саны азаяды. Көптеген өсімдіктер гүлдеп, тұқым беріп үлгермейді. Яғни көп жылдық өсімдіктердің орнын тамыр жүйесі әлсіз бір жылдық өсімдіктер тез басып алады. Яғни бұл адамның экожүйені арасындағы қатынас болып саналады. Ары қарай біз сіздермен антропогендік факторға тоқталайық. Антропогендік фактор деп адамның қызмет әрекетінің жаңа түрде туындайтын факторды атаймыз. Адамның шаруашылық іс-әрекеті салдарынан қоршаған ортаның кейбір жерлерінің өзгергені соншалық табиғи құраушының байланысты басқа болып, бұрынғы кешендермен салыстырғанда жаңа кешендер қалыптасады. Яғни қарайтын болсақ, дүние жүзінде шөлдердің шығу тегісі негізінде антропогендік болып саналады. Қазіргі уақытта аумағы 10 миллион шаршы километрге жетті. Яғни бұл бүкіл құрлықтың аумағының 7%-на жуық болып есептеледі. Көптеген жер көлемінің өзгеруі шаруашылықтың мысалы егіс алқаптарының тым үлкен болуы, олардың дұрыс күтілмеуі, қорғаныш орман торғай белдері, құрылыс салалары, пайдалы қазбалар өндіру кезінде үстіңгі қабаттың жалаңаштануы, яғни малдың тым көп жайылуы, тағы да басқа жұмыстардың дұрыс жүргізілмеуі осының салдарынан орын алады. Қазіргі кезде антропогендік факторлар әсерінен яғни күрделі экологиялық проблемалар туындайды. Яғни олар қышқыл жаңбырдың болуы, ормансыздандыру, ядролық қыс, озон қабатының жұқаруы және тағы да басқа мәселелер туындады. Осы антропогендік факторға өнеркәсіп индустриясының барлық салалары, яғни көлік, ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, энергетика, атом қаруын сынау, мұнай, газ және тау-кен өндіріс салалары тағы да басқа жатады. Яғни бұл антропогендік факторлардың әсерінен. Антропогендік факторлар, яғни бұл қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды оңтайлы пайдаланудың
бірден бір мәселесін табиғаттың жанды және жансыз компоненттері арасындағы байланыстардың ғылыми негіздерін ескермеуге шешуге болмайды. Яғни антропогендік фактор ол адамның іс-әрекетімен жүреді екен, иә. Ары қарай біз адам мен экожүйе арасындағы қарым-қатынасты қарастырамыз. Яғни адам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасы қазіргі кезде, яғни қоғамдағы толғандыратын ең өзекті мәселенің бірі болып табылады, иә. Табиғат адамның мекен ету ортасы болып табылады. Адам жер қойнауынан мұнай, газ, кен және құрылыс материалдарын алып, оны тұрмыста пайдаланады. Адам өмір сүру үшін өсімдіктер және жануар тектес азық-түліктерді қажет етеді. Бұл адамның, яғни экожүйе арасындағы қарым-қатынас. Адам мен осы экожүйе арасындағы қарым-қатынас қазіргі кезде ауыл шаруашылығын механикаландыру, химияландыру басталды. Яғни қалалар мен өндірістік мекемелер арта түсті қазіргі таңда. Гидротехникалық қондырғылар бой көтерді, жолдар салынды. Адам тылсым табиғат тыныштығын бұзды, қол тимеген табиғи бірлестіктерді қалдырмады. Адамның экожүйеге қатысты іс-әрекеттері екі жақты көрініс береді. Яғни бір жағынан біз табиғаттың тозуын, тіршілікке қажетті ресурстар, таза ауаның, судың, құнарлы топырақтың, отынның азаюын көреміз. Ал екінші жағынан адам қоршаған ортаны қорғауға ұмтыла бастады. Яғни табиғатта барлық тіршілік иелеріне деген құрмет, табиғат құрам бөліктерінің арасындағы барлық байланыстардың маңыздылығын түсіну, қарапайым сауаттылық, осылардың барлығы адам мәдениетінің бөлінбес бөлігі болу керек. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың жалғастыру үшін ары қарай бейне материалға назар аударуыңызды сұраймын. Экожүйелер жануарлар мен өсімдіктер арасындағы күрделі қарым-қатынастарға негізделген қоршаған ортаны білдіреді. Бөгде өсімдік түрінің енуі бұл тепе-теңдікті бұзып, биоалуандылықтың кенет қысқаруына әкелуі мүмкін. Басқыншы өсімдік дегеніміз өзі осыған дейін өспеген ортаға енгізілген өсімдік. Ондай өсімдік жаңа ортаға бір енгеннен кейін оның таралуын тежеу қиындай береді. Кудзу жүзімшоғы ақшқа 19 ғасырдың соңында келінді. Ол бүкіл оңтүстік шығыс Америкаға өте тез, жылына 60.000 гектарға жылдам таралды. Көптеген басқыншы түрлер суда кездеседі. Су қырыққұлағы негізінен солтүстік Америка жыралары мен каналдарында өседі. Ол су бетінде тығыз қабат түзе отырып, жергілікті түрлерден басым түседі. Судағы басқыншы түрлер су жолдарын бітеп, ондағы оттегін сіңіру арқылы балықтар мен басқа да жергілікті тіршілік иелеріне қауіп төндіреді. Басқыншы түрлер өзге гүлдерді тозаңдайтын жәндіктерді тарту арқылы гүлді өсімдіктердің таралуына кедергі келтіреді. Көктікен Еуропа мен Солтүстік Американың шалғындарында кездеседі. Ол жәндіктерді тарту үшін қанық түспен көп өнімді тозаң үйлесімін қолданады. Ал тамырынан бөлінетін уыты айналасындағы өсімдіктердің өсуін тежейді. Алайда кейбір басқыншы түрлердің оң әсері де болады. Орталық және оңтүстік Америкада пайда болған жүгері 15 ғасырдың соңында еуропалықтардың көмегімен бүкіл әлемге таралды. Қазір ол әлемде ең көп өсірілетін дәнді дақылға айналды. Көптеген жергілікті емес түрлер бүгінде ауыл шаруашылығы үшін өсіріледі. Алайда жаһандық саяхаттау дәуірінде басқыншы өсімдіктердің таралуын бақылау, әсем де әр алуан орталарды қорғау үшін
өте маңызды болып отыр. Ары қарай сабағымызды қорытындылау үшін тапсырмаларға көшеміз. Бірінші тапсырма: экожүйеге адамның әсері, пайдалы және кері жақтарын жазыңыздар. Сіздерге ормандарды жайылымға айналдыру, жаппай аңшылық, ормандарды кесу, қаскерлік, металлургия өндірісі, өсімдіктерді өсіру, егістіктерде тыңайтқыштарды пайдалану, қорықтар ұйымдастыру, яғни экожүйеге адамның пайдалы және кері жақтарын жазыңыздар. Екінші тапсырма: антропогендік факторға жататын суретті көрсетіңіз. Яғни бірінші, екінші, үшінші суреттер көрсетілген, осыдан антропогендік факторға жататын суретті көрсетіңіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.